Мен екінші локацияға келдім. Бұның аты Бангалор Палас дейтін бір ғимарат, короче. Бірақ мынау Бангалор Паласқа ұқсамай тұр. Чё-то. Жаңа мен рикша входтан тастап кетті, бұняқа кіруге болмайды деп. Бұл Бангалор Паластың кішкентай екен. Оның еще үлкені болу керек. Қателеспесем. Осындай. Рикшалары енді сұмдық айдайды екен. Ойбай, өте қорқынышты. Анау Шри-Ланкадағы тук-туктар вообще ойнап қалады. Олар кішкене ережемен қызылға тоқтап, кішкене болсын солай айдайды ғой. Мына жақтағылар енді білмеймін, бұларға вообще сөз жоқ, айтатын сөз жоқ. Солай айдайды енді, ё-майо. Билет 300 немесе 500 рупия екен, ағылшынша білетіндеріңіз өздеріңіз. Hello. How much the ticket one person? You're an Indian visitor or foreign? If you're Indian, it's 300. If you're foreign visitor, it's 500. Үндістанның азаматы болсаңыз 300 рупия, егер Үндістанның азаматы болмасаңыздар 500 рупия дейді. Мына жер жазылып тұр екен ғой міне. 500 рупия. 500 рупия беріп қазір ішіне кірейік енді. Не бар екенін көреміз. Күнде келіп жатқан жоқпыз ғой Бангалорға. 500 рупия төлеп ішіне кірдім. Но видео? Видеоға түсіруге болмайды дейді ғой яқта. Енді мына жерде видеоға түсіруге болады екен. Ішінде түсіруге болмайды дейді жаңа охранник. Негізі түсіретін дым да жоқ екен, короче, ескі сарилар. Yes. Ескі сарилар. Және анда ескі жиһаздар, ештеңке жоқ ішінде, аспас бар. Сыртында да ештеңке жоқ екен, ондай. 500 рупия беріп. 500 рупияға не стоит екен, достар. Енді бұл, ойбайш. Енді бұл мен бұл жерге не үшін кірдім? Мен бұл жаққа не үшін келдім? Енді Бангалорда ұшақ күн боламын өзім. Бұл естелік қой енді, мына жерде осындай портқа кірдім, осындай жерді көрдім деген. Оның өзі ертең ойда қалады, басында қалады деген сияқты. 500 рупияң не ол? 5-6 доллар ғой ары кетсе. Бұлай қарасаң әдемі екен негізі, әдемі ұнап жатыр. Арғы жақтан да түсірсек болады екен. Мына жерден түсірсек те болады екен. Қараңыздар. Әдемі. Бұл енді білмеймін енді. Біреулеріңіз келетін шығарсыздар бұйырса Бангалорға, Үндістанға. Осы жерге келіп көріп кетсеңіздер болады. Суретке түсіп. Енді білмеймін басқа қаяққа баратындарыңыз Бангалорда. Бұдан басқа жер бар ма көретін. Ал енді шынымен де ондай алып баратқан ештеңкесі жоқ екен мына жерде. Ар жақтан да әдемі көрініс жоқ, әдемі вид ашылмайды. Тек мына ортаңғы жақтан ғана осындай көрініс бар. Білмеймін сіздерге қалай, бірақ маған ештеңке ұнаған жоқ мына жерде. Енді менің ойымша бір-екі фото жасап телефонға мына жерден кету керек сияқты. Қаланың орталығына барып тамақтанып алу керек. Макдональдске барып па бір ресторанға. Сосын хостелге барып мына видеолардың бәрін монтаждау керек. Монтаж деген оңай емес. Үлкен жұмыс алады ол деген. Оның барлығы уақыт алады деген сияқты, достар. Осы. Комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта Үндістанның басқа қалаларын көрсететін боламын. Рикшамен Макдональдсқа бара жатырмын.
өте жаңағы опасный дейді екен, қорқынышты. Шри-Ланкада достар тук-тук болса, Индияда рикша. You like this job? Huh? You like this job? What dog? You working this rickshaw life? No? Yes. Nice, yeah? Yes. You married? Children? Yes. Oh, Married. Yes, children. Бала шағасы бар дейді, жаңа саудаласып маған 150, басында 200 рупия деген, 200 рупияға апарам деді да маған. 200 рупия дегенің 2 доллардан көп қой. Үндістанда 2 доллардың деген кәдімгідей ақша ғой. Мен айттым, жоқ ай 200 долларға, 200 рупияға мен бармаймын. Максимум 60 рупия, 70 рупия берем деп едім. Жоқ дейді, сосын 80 дедім. Жоқ дейді. Потом өзім кетіп бартқам, жаяу бір 500-600 метр жаяу жүріп тастағаннан кейін артынан қуып жетіп алып кетті 120 рупияға дейді. Ладно, 120 рупияң 650 теңге ғой, примерно кеттік деп отырып алдым. Водителіміз айтады, менің 3 балам бар. Біріне қарасам андай жылайын деп тұр да, аяп кеттім, сонымен бауырым 150 рупия бере салам мен саған. 30 рупия қосып берем деп едім. Ой, рахмет деп қолымнан ұстап, рахмет деп рахмет айтып жатыр. Почти келіп қалыппыз, 900 метрдей қалды. Қазір. Аха, оңға бұрылады. Я келіп қалыппыз.
мынау мені басқа жаққа апара жатыр. Мынау мені басқа жаққа апара жатыр. Жоқ, айналдырып. Дәл алдына апарайын деді ғой. Жаңа негізі түсіріп кетсе болатын еді, бірақ мен өзім жолды өту керек едім да, ары қаратайшы келесі бетіне. Бұл деген мені апарайын деді. Енді 150 рупия берем дегеннен кейін апарайын деп жатыр ғой. Кім әйтеуір не істеп жүрсе де, не қылып атса да барлығы әйтеуір күйбелең тіршілік қой. Бала-шаға сол асырау үшін, үйін асырау үшін, тамақ табу үшін, нанға ақша табу үшін жұмыс істеп жүрген адамдар ғой. Барлығы түгелмен кім болсын, ол үндіс болсын, мейлі қазақ болсын, кім болсын. Келіп қалған сияқтымыз. Thank you. Келдік ан Макдональдсқа. Ал барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін сенбі 21 ақпан. Мен Бангалорда жүрмін. Жаңа ғана Макдональдстан шығып тамақ ішіп алдым. Қазір енді жай осылай қаланы айналып жүрмін. Мына жердегі движенияны айтудың өзі мүмкін емес. Неше түрлі торговый центрлар. Мына жақта Starbucks бар екен, кіріп кофе ішетін болсаңыздар. Бангалор кәдімгідей әдемі қала екен. Анан жолда өтетін кезде өте мұқият болу керек. Оп. Айттым, мұқият болып өтпесеңдер қағып кетеді. Мына қараңыздар, мына жерде не болып жатыр? Қаншама пипілдеген машинелер, қаншама тук-туктар, неше түрлі мопедтер, мотоциклдар, неше түрлі барлық қаптап жүр достар. Бипілдей береді, бекерден бекер. Неге бипілдейтін түсінбейсің бұлар? Көрдіңіздер ма, мына жақтан? No, thank you brother, no. Көрдіңіздер ма қандай? Пробка, мотоциклдар, мопедтар қаптаған. Осы достар. Ажыдан сәл абайлап жүру керек. Бангалорда бүгін последний күн, ертең бұйырса Гоаға кетемін. Міне мыналармен бірге жолды өтіп кетпесем, қазір мен өте алмаймын вообще. Хотя анаяқта өтсе болатын еді, блин. Thank you. Мыналар көмектеспесе мен өте алмайтын едім. Осындай күйбелең көшелер, бипілдеген мопедтар неше түрлі. Үндістанда өмір осындай. Бұл жерде сол жақпен жүреді. Ұлыбританиядағыдай. Ұлыбритания, Шри-Ланка. Ұлыбританияның колониясы болған мемлекеттердің барлығында сол жақпен жүреді. Мына жерде ақша ауыстырбаса болатын сияқты. Мана exchange дейді. Ақша ауыстырып. Міне қазір мен камераны андай
палка бар ғой, держатель. Сондай палкаға ұстап келе жатырмын, өте удобный да. Алдындары түсірген видеоларда мен камераны тек былай камераның өзін ғана қолыма ұстап жүретінмін. Міне үндістің қыздары осындай қара болса да әп-әдемі. Сырты қара болса да іші ақ қой бұл қыздардың. Барлық брендтар бар мына жерде, көрдіңіздер ме? Decathlon дейді. Неше түрлі. Жаңа Puma, Adidas, Ferrari. Мен бұған дейін айтқан шығармын, достар, Bangalore дейтін бұл мировой IT саласы, жаңа Amazon, одан кейін не бар та, Microsoft барлығының штаб-квартиралары, тіпті жаңағы Rolls-Royce'тың үлкен бір жаңағы компаниясы осы Бангалорда орналасқан ғой, ойласаңыздаршы. Қаншама үндістер тек IT саласында жұмыс істеп, қаншама ақша тауып жатыр. Сондықтан Үндістанды бағаламау өте қате таңдау деп білемін. Және байқайтын болсаңыздар, көп үндістер жаңағы байлары да бар, тек қана кедей емес үндістер. Көрдіңіздер ме? Мына жерде бірдеңке болып жатыр. Сары киіп алған, короче. Ипілдеген тук-туктар неше түрлі. Короче, барлығымыз ойлаймыз ғой, Индияда ойбай барлық қап-қара, барлығы қайыршы деп, олай емес. Вообще олай емес екен. Менің көзім жетті. Үндістер деген байлары да бар. Rolls-Royce, Ferrari, неше түрлі джиптар айдайтын. Ақ үндістер де бар екен. Беттерін барлығы айтпақ. Бұлар білмеймін, или тибеттік үндістер ме? Болмаса, Үндістан үлкен ғой негізі, анау шығысы ма, батысында басқа ұлттар тұрады. Қытай мен шекаралас жерлерінде. Сондықтан Үндістанды кедей мемлекет деп санаудың өзі бір үлкен қате. Мен қазір қайда бара жатқанын білмеймін, жай кетіп бара жатырмын. Басым ауған жаққа. Басым ауған жаққа кетіп бара жатырмын. Өйткені кеше мен баратын ең главный локацияларға бардым. Жаңағы Бангалор Палас дейді, Фортына бардым, по-моему. Болды, енді бұл жерде қарайтын ештеңке жоқ. Тек қана осылай қаланы айналып жүрмесең, басқа істейтін ештеңке жоқ. Мен камераны осылай ұстап түсіріп жүре берейін. Бәлкім сіздерге қызық шығар Үндістанның көшелері. Жолды абайлап өтпесеңіздер, машина қағып кетеді. Бангалор деген таза екен. Жаңа блогерлардың видеосын TikTok-тан көресің ғой. Сол кезде андай лаш жерлерді көрсетеді ғой. Олар оказывается анау Мумбай, Варанаси, Калькутта деген қалаларда. Сондай екен да. В основном Бангалор. Сондай Бангалор білмеймін енді. Именно Бангалор таза екен. IT структура, жаңағы үлкен әлемдік алпауыт компаниялардың офистары осы жерде орналасқандықтан ба? Әрине, барлығының штаб-квартиралары емес, бірақ сонда да офистары бар да, үлкен. Бұдан да үлкен алпауыт ғимараттарда офистар орналасқан. Супермаркет дейді.
Кеше осы супермаркетті іздеп таппағам. Бір супермаркет керек еді маған. Мінекей, наглядный пример. Range Rover көшенің қақ ортасында тұр. Мынаны қараңыздар, мына машиналар арзан тұрмайды явно. Мына мотоциклдің өзі қанша тұрады? 1,5 миллиард халқы бар үндісті кедей деп айтудың өзі қате, достар.